Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз беретка тоқып үйренеміз. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осындай берет тоқи бастаймыз. Ол үшін амигуруми әдісімен шеңбер жасап аламыз. Крючокпен бос баған тоқимыз. Осылай. Екінші бос бағанды тағы да жоғары көтереміз. Сонан кейін және жарты баған тоқимыз. Полустолбик. Бұл бірінші жарты баған болып саналады. Екінші жарты баған тоқимыз. Осылай шеңберді айналдырып, ішінен 8 полустолбик жарты баған тоқып шығуымыз керек. Мына бірінші қатарда бізде 8 жарты баған болады. Осылайша тоқып алғаннан кейін шеңберіміздің шет жағасында бос жіп тұрады. Қазір сол бос жіппен тартып бір дөңгелек шеңбер жасаймыз. Мінекей. Енді үстіндегі өрімдерден неше өрім болды санап шығамыз. Мынау шеңбердің шетіндегі бос жіпті тартамыз. Сонда әдемі шеңбер шығады. Бұл береткамыздың тоқиын деп жатқан соның ең бас жағы төбесі деп саналады. Төбесі болып саналады. Алғашқы полустолбик жарты баған тоқығанда екі бос баған воздушный петля жасағанбыз. Енді соның мына жерде екі бағанды жоғарғы жағында екінші тор көзінен крючокпен жұмысшы петлясын тартып алып, осындай соединительный петля жасаймыз. Енді тағы да воздушный петля, екі бос баған воздушный петляны екеуін көтереміз. Бұл екінші қатар. Содан полустолбик тағы біреуін жасаймыз. Тордан алып. Екінші қатарда 16 петля жасауымыз керек. Полустолбик жасауымыз керек. Сондықтан әрбір тор көзден 2 полустолбик жасаймыз. Мінекей мына тор көзден бір полустолбик жарты баған және екіншісі полустолбик жарты баған бір тор көзден алып жатырмыз. Бұл екінші қатар болғандықтан 2 еселенеді. Жаңағы бірінші қатарда 8 полустолбик болса, екінші қатарда 16 полустолбик болады. Әр қатардағы қатар санына 8 көбейтіліп отырады. Мына екінші қатарымызда бір тор көзден 2 полустолбиктен тоқып отырамыз.
Сонда мына шеңберіміз көбейе береді, үлкейе береді. Енді үшінші қатардан соединительный столбик жасаймыз. Және мына торкөзден полустолбик жартылай баған тоқимыз. Енді келесі торкөзден бір полустолбик тоқимыз. Келесі торкөзден екі полустолбик жасаймыз. Бір тордың ішінен аламыз. Біреу, екіншісі. Себебі бұл үшінші қатар. Үшінші қатарда 8-ге көбейтсек 24 полустолбик болу керек. Сондықтан бір торкөзден бір полустолбик, екінші торкөзден екі полустолбиктан тоқып отырамыз. Сонда жалпы саны үшінші қатарда 24 дана болады. Мінекей. Бір тордан бір полустолбик тоқимыз. Келесі торкөзден екі полустолбик тоқимыз. Сол кезде арасында санап отырсаңыздар да болады. Алғашқы үйренетін қыздар болса, шатысып кетпес үшін жаңағы мынау шеңбердің үстінде өрнектер болады, өрімдер. Солар арқылы санап отырсаңыздар болады. Қанша өрім жоғарда тұр. Бұл жаңа бағана айтып кеткенімдей, әрбір қатарға 8 санын көбейтіп отырсақ, содан шатыспаймыз. Енді тағы да соединительный петля жасаймыз. Мына ойық көрініп тұр ғой. Сол жердегі ойық басында воздушный петлядан, екі воздушный петлядан жасалған болатын. Соның
екінші воздушный петлясымен мынау соңғы петлядан жұмысшы жібін тартып аламыз да қайтадан 2 воздушный петля жасаймыз. Осыдан кейін полустолбик жасаймыз. Бұл жерде бір торкөзден бір полустолбик аламыз. Екінші торкөзден екінші полустолбик. Үшінші торкөзден 2 полустолбик аламыз. Бір полустолбик, бір торкөзден, екінші полустолбик, екінші торкөзден, үшінші торкөзден, 2 полустолбик, бірінші, екіншісі, келесі торкөзден бір полустолбик, екінші торкөзден тағы полустолбик біреу, үшінші торкөзден 2 полустолбик, бір торкөздің ішінен. Осылайша бұл 4-ші қатар. Осылай жалғастырып тоқи береміз. Сонда 32 полустолбик болады. Бұл 4-ші қатарда. Диаметрі 24 сантиметр, 18-ші қатар 144 петля болды. Өзімізге қажетті диаметрі болғанда ернеуін тіктеп тоқимыз. Ол үшін ешқандай петля қоспаймыз, алмаймыз. Ернеуін тоқығанда да өзімізге байланысты. 5 қатар, одан да көп, 10-11 қатарға дейін жасауға болады. Қыздар, енді мына жерде мынау узор өрнектерді, әдемі болып шығып жатқан өрнектерді қалай жасайтынын осы жолы көрсетіп кетейін. Міне мынау көріп тұрғандай, мынау тор тұр ғой. Сол торда 2 кішкене тор тағы да көрініп тұрады. Соны крючокпен астыңғы жағынан алып, қазір мінекей мынау 2 тордың астыңғы торынан полустолбик аламыз. Және тағдан мұқият қарап көріңіз. Мінекей мынау тор. Бір тор көздің ішінде 2 кішкене тор бар. Соның астыңғы жағынан аламыз. Полустолбик. Мінекей осындай жолмен бәрін тоқып шығамыз. Сол кезде мынау көрініп тұрғандағыдай әдемі өрнек шығады. Неге ернеуіміз уже көріне бастады тікелей. Енді береттің маңдайшасына сай біз қысқартуымыз керек. Өкінішке орай осы жерде қысқартатын жерінің мастер-классы видеомнан жоғалып кетті. Сондықтан қазір басқа береткамен бірге тоқып көрсетемін. Енді беретканың маңдайшасы 44 петля болады. Сондықтан бұл жерде 6 полустолбик баған сайын қысқартып отырамыз.
Енді 6 полус столбик істеп алуымыз керек. 1, 2, үшіншісі полус столбик, 4-ші полус столбик, 5-ші полус столбик және 6-ші полус столбик. Енді 7-ші полус столбикті бір қысқартып аламыз. 8-ші полус столбикті осылай аламыз да, мына 4 бағаншалардан бір полус столбик жасаймыз. Осы қысқартылған. Осыдан кейін 6 полус столбик жасаймыз. 1, 2, 3-ші полус столбик, 4-ші полус столбик, 5-ші полус столбик және 6-ші полус столбик. 7-ші полус столбикті қысқартып аламыз. Осындай алып 8-ші полус столбикпен осындай бағаншаларды қысқартамыз. Осылай жалғастыра береміз. 6 полус столбик, сосын 7-ші мен 8-шіні қысқартамыз. Енді екінші айналым. Екінші айналымда енді 5 полус столбик, содан кейін 6-шы мен 7-шіні қысқартып отырамыз. Міне бірінші полус столбик. Екінші полус столбик. Үшінші полус столбик. Және 4-ші полус столбик. Şimdi 5-ші полус столбик. Енді мына жерден қысқартқан жер көрініп тұр. Қысқартамыз. Бірінші полус столбикті жинап аламыз. Екінші полус столбикті 4 полус столбикпен қосып бір столбик жасаймыз. Полус столбик. Тағы да 5 полус столбик.
Сонан кейін 6 мен 7-тен қысқартамыз. 3-ші, 4-ші, 5-ші. Мінекей бір полустолбикті көрініп тұр. Қысқартқан жеріміз. Осылай қысқартып аламыз. Мінекей мына 4 бағанда бір полустолбик жасаймыз. Осылайша тағы бір қатар жасаймыз. Соңына дейін. Енді келесі қатарда 4 столбик, полустолбик. Сосын 5-ші мен 6-шыны қысқартамыз. Мінекей осы қатарда 4 полустолбик, 1, 2, 3, 4 полустолбик. 5-ші мен 6-шыны жинаймыз, қысқартамыз. Мінекей қысқартып алдық. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Енді береттің маңдайшасын столбик без накидамен тоқып шығамыз. Айналдырып. Бұл жерде де ештеңе қоспаймыз, алмаймыз. Осындай столбик без накида. Соны тоқып шығамыз. Әр маңдайшаны ұстап тұрады. Келесі қатарда соединительный столбик жасаймыз. Сонан кейін 2 воздушная петля. Бұрынғыдай полустолбигімізді қайтадан тоқи бастаймыз. Жаңа өрнектер кезінде тоқыған береткенің бас жағында тоқып жатық қой, сондай полустолбик.
келесі қатарда мынау өрнектердің өрімдер бар ғой, соның арт жағындағы қабырғасынан алып полустолбик тоқимыз. Мінекей өрімдердің арт жағында артқы қабырғасы, мінекей содан алып полустолбик тоқып шығамыз.